Сіздермен бірге армандар орындалатын жобасы Қарапайым қазақ. Мен алғаш рет Оралдамын. Бастаймыз. Қарапайым қазақ Оралда алғаш рет. Байқасаңыздар, бір қалаға келген кезде алғаш рет бір күшті естелік қалдырған қалаймын. Жаңаөзен, Семей, 26 басшымен барған болатынбыз. Сыйлаған болатынбыз. Енді Оралға да арнайлап сондай бір ерекше эмоцияға сіздер бірінші ретпін. Ешкім білмейді бұл жақта. Инстаграмға да саған жоқпын. Құрметті достар, түсінбей қалыңыз айтпақшы. 26 бас 20-ға сіздер жаңа ақшаға біз алдыңғы үйде беріп тастағанбыз. Бұл өз күшімізбен еңбектеніп әйтеуір кішігірім жинап нәрсе қылып бергім келіп жатыр. Ешқандай сборсыз. Шамам жеткенше. Сосын жетпеген жерлерін мүмкін сіздерден алдағы уақытта айтатын боламыз. Но әзірге Қарапайым қазақ тұрғанда уайымдамаңыздар. Орал, мен келдім. Бұйырса айтпақшы 2023 келе жатыр. Сол 2023-те бір отбасыны, бір бала шағаны, бір ата-ананы керемет үй сыйлап қуантқымыз келіп отыр. Мен алғаш рет давайте қолдап қойыңыздар, сәттілік тілеп қойыңыздар. Сіз сәттілік тілеп қолдап тұрсаңыздар әрдайым мен тоқтата алмайсыздар, құрметті достар. Әуелі Алла. Алда сәттілік. Қарапайым қазақ Оралға келді. Бірге болыңыздар, тамашалаңыздар. Айтпақшы, обложкадан қорқып кеткен шығарсыздар. Бұл жалаңаш Қарапайым қазақ деп тұр деп. Қорықпаңыздар, мен өзім бір шешімге келдім. Өйткені айтасыздар ғой, бәрі Нұрдәулет бер, сен ісің қайталап жатыр, сен әркімге үлгі болып жатсың. Сен өртесең бәрі өртейді деп. Құрметті осы байлар, депутаттар, басшылар, давайте осы ісімді қайталаңдар онда. 90 миллион машинамды бір адамға беріп тастадым. Тегін. Бентлині бауырыма бердім. Тегін. 26 бас 20 үйді жалғастырайын деп жатырмын. Тегін. Сіздер де осы керемет челлендж қайталаңыздар. Мен қазір бүкіл нәрсені беріп тастағым келіп отыр. Волгаға үйге барып, Волгында бір нәрсе қыламыз. Бүкіл машинаны беріп, даже киімдеріме дейін бүкіл жерге таратып, натуре осылай тұрғым келіп жатыр. Ал соны қайталаңыздар. Күштеріңіз мықты болса, шамаларыңыз мықты болса. Ал мен тоқтамаймын, қайталамасаңыздар да. Өйткені мен Қарапайым қазақ армандар орындалады. Нет ничего невозможно. Көп сөйлеп кеттім ба? Ал достар, Оралғасын тамашалайық. Оралғасын аралаймыз, үй қараймыз қазір. Мен қай жерде тұрмын қазір? Атамекен өнер ордасында тұрмын. Үй іздейміз, үй іздегеннен кейін мұқтаж жандар көп қой, соның ішінен бізге лайықтысын таңдап сразу беріп тастаймыз. Ал соңына дейін көріңіздер. Тілдеме досым тіршілігіңді, көндеме мәнін ғұмырдың, сезеді Құдай құлшылығыңды, сезбесе неге. Мұқтаждардың спискісін мешіттен әр жерден аламыз, іздеп. Өзіміз кіріп көріп отырмыз. Бірақ айтамыз, бұл жерге әлі үй берем деп айтпаймыз. Көреміз просто. Мүмкін береміз, мүмкін бермейміз деген сияқты. Айқайлай бермей құрысын. Саламатсыз. Кіре бересің бола ма? Қалайсыз, амансыз ба? О, бисмилlah. Саламатсыз. Опа. Ой, ашылы. Қалай жады? Саламатсыз. Қалайсыз? Атыңыз кім? Есімім Аққу. Аққу? Қош келдің. Осы екі комната ма? Осы бөлмеде тұрамын. Қанша бала шағаңыз бар? Қанша бала шағаңыз бар? 4 бала шағам бар. Сол қазіргі уақытта деген боспын, тұрақты жұмысым жоқ. Жұмыс жоқ па? Жұмыс жоқ, тұрақты калым ретінде әрбір жерде шақыру бойынша кімна біреуіне нан еліп беріп, біреуіне жаңа шек қарны ашу деген сияқты сондайлармен жүремін. Мамандығым болмаған тұрақты жұмысым жоқ. Қалған балдарыңыз қайда? Олар бәрі деген неде оқуда, біреу сабақта ма? Ең үлкен қаншада? Ең үлкені 19-да. 19-да? Үлкен екен ғой әйтеуір. 19-да, иә, ол өз проблемасымен алысып жүр. Сіздің атыңызда ешқандай үй ештеңе жоқ қой? Квартира ма мынау? Квартира, иә, 2 бөлме. Енді осы арзаны, ең арзаны осы постепенно. Қанша теңге мынау? 25 мың, күн осымен 30-ның үстіне шығады. Балдарың бәрі осы жақта ұйықтайды ма түнде? Иә, осындай, үлкендер бәрі осында ұйықтайды, біз екеуміз мына жақта ұйықтаймыз. Қыз балам бәрі бірге жатыр, бір қызым бар, 2 балам бар. Ана не жақтарын, балаларыңыз қаланың ішіне қарай бара ма? Қаланың ішіне? Сабаққа барады. Сол екінші балам оқып жүрді, осы мен 2 рет 3 рет оқуға түсіп, дұрыс тұрақ аяқталмай отыр. Қазірдің өзінде тағы өзінше барып түскендей болды. Не оқуға? Аяқ киім жоқ, жағдай жоқ. Не оқуға? Юрист па? Колледжге ма? Иә, сондайға өзі тырысады, барады, бірақ проезд болмай қалады, то аяқ киім болмай қалады, сонdan қалып қояды. Не деп ашылады? Неге алып келдім, осындай жағдайды шаршадым. Ой, бұйырған ой Алланың өзі қалай. Ақылған. Оқтан мағасын дұрысынды мағасын. Маған ашылады. Сізге ашылады ма?
Жоқ ештеңе. Ой, сіздің кінәңіз емес қой, бәрі шүкір болады, бәріміз. Мен Барынша тырысамыз, бәріміз бірақ ештеңе шықпайды. жұмыс мамандық жоқ қой сізде. Мамандығым жоқ, иә. Бір тоғыз бірді қалып қойдым ғой кезінде, әкем тоже уақытпады марқұм. Жолдасыңыз қайда? Жолдасым кетіп қалды олар деген. Вообще хабарлап көмектеспей ма? Вообще? Шетін кісілер ғой енді былай. Шетін кісі болғасын, не айтпады не. Сөйтіп осылай жүрміз деген. Мына жерінде бір екі-ақ комната қойдыңыз ба? Екі комната. Мына жер сіздер мына жерге жатасыздар ма? Иә, балам екеуміз, кіші балам екеуміз осы жерде жатамыз. Ана үлкендер мына жаққа жатады. Олар қазір Осы жерге жатады. Атың кім? Ha? Подарок таппақ айтып берші, подарок берейін. Аязда таппақты айтып бер. Azada, dingama, dingamba, da, dinganda. Өтірім шықпасын. Иә. Мен мына квартираға ақшам төлемегесін дүнием бәрін алып қалды. Алып қалды? Осы дүниялармен көшіп келдім ғой мен. Осы бар дүнияммен. Солардың бәрін квартира ретінде алып қалды, квартирамен төлей алмағасын. Негізі сіздің заттарыңыз мынау негізі? Иә, мынау, сосын мынау столы, мен холодильнигім, машиням. Солардың бәрін жаңа квартираға ақша ретінде орнынан солар беріп салды. Төлеп жатқан жоқсыз ба? Төлей алмай жатсыз ба квартира? Осы айда да төлемей отырмын. Соған төлемегенге жайлап онда дүниелеріңізді алып жатыр ма жайлап? Иә. Осы холодильникті бірталай күтті, мен айттым сатуға қойдым, мен алайын онда ақшаны осы квартираны санап ұстайды дедім. Жарай алсаң ала бер осында дедім. Ең үлкен балаңыз 19-да, екіншісі қаншада? 16-да. Сосын 14-те қызым. 14-те. Иә. Ол қызым да кеше шықты, жақында 10 күн больницада жатып шықты. Не больница өтінішті? Не деген, жүрегі ауырып, сосын деген, кішкентай кезінде рахитпен ауырып еді. Сол кішкене нетіп кеткен. Сіздер неге хабарластыңдар ма мешітке, акиматқа бір нәрсе айттыңыздар ма? Мен тек қана неге бардым, Федоркиннің мешіттің иманы бар ғой, соның жолдасын екеуі тек маған келіп, басқа ешкім келген жоқ. Жолдас деген кім? Әйелі Олжан деген. Сол басқа бәріне бірақ бардыңыздар? Иә, бардым, мен ана Федорка районы әкім бәрін аралап шықтым, ешкім маған етпейді. Маған наоборот өзіме жау ана нетеді, ана тауып ал, пешінді алып, өзін бәрін өзін істе деп. Не үшін? Көмектесеміз деймін вообще сонда? Дымды көмектесеміз, сіз тұрғанда болды, өзіңе жауап беріңіз бәріне деп маған іліп жатыр бәрін. Милицияларға да бердім, олар да маған іліп жатыр. Қайсыны бешіксің ба? Нені не үшін милицияға бересіз? Милицияға бердім, ана Федоровкада маған үй берді ғой, жаңа көпбала ретінде. Ол мен енді былай совсемге берген үй емес, просто былай арендовать ететін. Болды, уайымдамаңыз, біз комиссияға жібереміз. Біз сізге жаңа жылға дейін, Құдай қаласа қарайды деген үміттемін точно, бұйырса өйткені. Бұнда бір комнатада тұрып жатсыздар ғой, 4 балалы. Негізі бәрі сәйкес келіп тұр, негізі біздің неге списокке. Мен онда ешқандай халықтан ешқандай ақша жинамаймыз біз. Қысымда енді өсіп келе жатқан бір айтып отырмын, жастар өсіп келе жатқан өзінің балдар ғой. Бір жерге жатады, қысылып ер балдардың ағаларының қасында. Мен жаққа екеуміз жатамыз. Енді айтамын ғой, қасыма жатты. Енді өздерінше үлкен болғасын өздері болғысы келеді. Түбіне су ағып кесе деген. Жаңбыр ештеңе болған жоқ, қараптан қарап ағып деген. Енді бүгін не жаңбыр болды, ақпай тұр. Білмеймін неге аққа еле су жағынан несіне. Қысты деген жемәнуданан бәрі өзім жаттым. Пласталяндай жемән үрет жүйдеген астына жатсам, төмен жел үрет қықты. Мына жер мына жер бетон ғой кәдімгі, иә? Иә, бетон бұрызынан. Бетон кіребеші. Бәрі бітеп жатам кешке таман жатқанда. Жел үрет жемән. Сен бетон ғой, мен аяғымды байқап тұрмын да. Иә. Сол терезелерді бетон ғой кәдімгі. бәрі бітеп тастадым. Осылай. Болды, ақылан еш уайымдамаңыз, Құдай қаласа, иә. Еш уайымдамаңыз, бұйырса. Алла разы болсын сіздерге де. Ауырмаңыздар енді. Сіз осы бізде ешқандай сбор емес, біз акиматтың атынан емес, біз ешқандай неміз өзіміз кішігірім өзімнің аудиториям бар, өзімнің жинаған еңбегім бар, соны жайлап комиссияға таратып жатырмыз, Құдай қаласа. Уайымдамаңыз енді, бұйырса. Жақсы хабар болады, Құдай қаласа сізге. Міндетті түрде. Бұйырса көреміз, Құдай қаласа. Жақсы ақылған, рахмет көп, ауырмаңыз, шаршамаңыз, бақытты болыңыз әрдайым.
Адамдар бар, ақшасыз өмір жоқ адамдар бар, онсыз да көңілі тоқ адамдар бар, амалсыз жоқ таңдар адамдар бар, жасайтын жоқтан бар. Қазір келесі мұқтаж жанға келдік. 5 баласы бар, жолдасы жоқ деген, бірақ жолдасы бар екен. Сонда да балдар кіріп шықты. Әжесі үйде тұрады екен примерно. Мичурин деген райондамыз қазір. Бірінші отбасы, ең бірінші барған отбасы лайығырақ сияқты. Өйткені осы салыстырғанда осы отбасылардың ішінен солысы қатты мұқтажа және еңбекқор болып тұрды. Еңбектенуге, арға жұмыс істеуге дайын тұр. Тырысқан. Сондықтан да сол отбасыға баратын сияқтымыз. Өз ойыммен күресіп келем, анам айтты ұлым саған сенем, мама қолдан келеді жасай берем, ал қалғанын алладан тіледім. Бір екі отбасыға бардық, түн болды, осы отбасыға береміз деп шештік. Өйткені еңбек құрып тұр, бір жағынан 4 баласы бар, жалғыз басты ана, даже техникалардың өзін аренданың ақшасына қысқартып алып қойған екен үйіне. Сондықтан да ал кет достар, бір кішкене сюрпризім керек та. Армандар орындалды, қарапайым қазақ. Білмейді спичкіден шошып кетесің. Адамам өзі. Бетіне шығып қойсаңшы сонда. Қалайсыз аққуым? Мен қайттан келдік біз. Иә, қайсыз? Амансыз ба? Екеуің ақсыздар ма әлі үйде? Балам ұйықтап отыр. Ұйықтап отыр ма? Естейік, шығалас па сіз? Кеттік бар, неге сіздің енді техникалар полный алып қойды деп отырсыз ғой енді. Полный үйіңізде техника алайды да, жүрсеңізші. Киініп алайыз. Давай, киініп алайын, сізге сыйлығымыз болсын. Хорошо? Сен қуанып кетті ғой, кәдімгідей көзі түсінбей қалды өзі. Әрбір жандар осылай қуантып жүре берейік. Әрдайым сіздер қолдасаңыздар, осылай қуантып жүре береміз. Қазір құрметті достар, біз осы үйіне бытовая техника алатынды айтамыз да, тұрмыстық техника. Бірақ біз шынымен өзінің үйіне аламыз. Сол кезде реакциясын көреміз. Енді қазір жатсың ба? Бір өзің шығасы балаңыз, ап шықпайсыз ба? Ана ағасы бар. Ап шығасаған дұрыс өт негізі. Иә, ап шығасыз. Бәріне подарка берді дұрыс. Кішкентай баланы ма? Кішкентай баланы үлкен бала шығамыз. Үлкен ұяламай или газ өшіріңіз ауылы. Бәріне подарка берді бәріне. Үлкен ұялады шығар. Негізінен 3 баласы ұялады екен. Кішкентай баласы үлкен баласы ұялып тұр екен. Бірақ ұялып жатса шықпаса болады. Өйткені біз білеміз ғой 4 баласы бар. Таниды камера. Сол ұялып кетеді сол камерадан. Камерадан ұялады. Камерадан ұялады енді. Баласы мені танып қойым мүмкін. Мәсіні танып қойды. Кір шыққан кезде 3 камера свет жақтырып шошып кетеді. Мақсат ең басты берген кезде, әр жақсы жасаған кезде ұялмау керек, ыңғайсызданбау керек, мүсәпірленбеу керек та. Біздің мақсат сол. Барынша берген кезде біз адамды ұялтпауымыз керек. Шын ниетпен, қуанышпен қарсы алса болды. Мақсат сол. Беріп қойып, бұрында акиматты апарған кезде бермешелді сатып қойып, намыстанып жігіттерді. Әр жігіттің намысы бар. Сондықтан да барынша біз сол нәрсеге өте қатты қараймыз. Келіспесе, не істейміз? Амал жоқ. Ридан, кішігін видеоға түсірем, бірақ ренжімейсің ғой да? Ренжімеймін. Болды, кел онда шыға бер кеттік. Красавчик. Мен ешкім білмейді Оралда екенімді. Кеттік онда шыға кеттік. Сіз танымайсыз ба? Сіз қайдан танысыз? Мен ешкім танымаймын. Мен Оралда екенім ешкім білмейді ғой, достар. Асық, қалай жатыр? Ұялма қой, өзіміздің камера балдар. Осы Оралдың балдары. Ридан, қаншадасың? 17-ге? Красавчик. Ойбай, мен қаншадан бері көресің? Білмеймін. Білесің ба? Примерно. Әненен деп машинаны білесің ба, сары машинамды? Кеттік ал. Бәрі жақсы болады әлі, көңілден мұң жоғалады. Ал, кетті. Тұрмыстық техникалар еді. Ар жақта кетті, ар жаққа кетті. Аслан барып, біз көмек керек бізге. Көмек саласың ба? Ар жаққа, тұрмыстық техника. Айтсаңшы, не жоқ үйіңізде? Ұялмаңыз, айта беріңіз, не жоқ? Айта беріңіз. Не, микрофонды көр ма? Қазан. Қазан ба? Давай, қазан алайық. Сіз түсінбейді, айнамаңыз. На қазан дедіңізші бізге. Кеттік, на жаққа. Пилсіз бар ма? Пилсіз қолданғыз. Бар ма үйде? Бірақ,
жоқ айтыңыз айтыңыз мен жетпеген кезде айтамын өзім ашында болғанда шағым жер болды шағын мынандай мына біреуін бере салыңыз кім аты кім бала қыздың әсемгүл сол кішкентайын ала салайық кейде әсемгүл қанша деген мынаны беріңізші не oldu арсыңды жүреді жоқ нормально отыр кеттік ал сіздің халатыңызды алып қойған жоқ па сіздің халатыңызды алып қойған жоқ па неге кеңші жей алмасаңшы кесе өле вида алмасаң жей алмаңыз ешқандай смело халатың кішкентай жоқ ой разница мынауысы жақсы екен 150 дейсің ба мынау үлкендеу екен мынаны беріңізші мынау үлкендеу екен қанша шағын ала беріңіз мынау нормально сияқты нормально ма нормально жоқ нормально үлкен осыны осыны беріңізші онда тефаль бар ғой иә тефаль немен шешеді газ болса жоқ мен қазір танип алды точно маған көмектесші хорошо мен де мамаммен көмектесемін мен де мамам бір өзім тұрамын мен де мамама көмектесемін әрдайым сен поддержка болу керексің хорошо отыр наушник давай алайын телефон қандай сенің А6 блютузбен алар келе береді ғой көктеу бар екен игровой ма ол телефонға қайсы мынау жақсы екен бағасы да қатты қымбат емес пе средний саған хорошо спокойно телефон мыска на жүр ана жаққа ойыншық жүр ислам жүр ислам ішін жанда қойшы біреуін не аласың қайсысын аласың соны ма балтырка ойбу мынау сен микроволновканы қымбаттан айтсың ғой жоқ ала берсін ала берсін осыны аласың ба алып берші осыны бірақ осыны аласың ба или мынаны аласың ба екі машина бар екен осыны иә соны алып бер мына пультпен жүретін ұста ой рахмет бе ой молодец кет кассаға барайық ислам көрсетіп қой жүре берсін киіп асып берсін давай бас кассаға апар ана балаға бере сал сол алды ма еще нормально да алады да үлкен кезде кейін мамаңа әпересің үлкейгенде иә машина иә мамаңа машина әпересің ба үлкейгенде мамаңа үлкен жігіт болғанда мамаңа машина әпересің ба молодец красавчик машинаң алдың ба ұнады ма болды ма машина сен машина микроволновкадан қымбат болып кетті соны айтамын не істейсің зато бір айдайды да бір рахаттанып үйде бос телефон шықпай бергенше керек өйтіп қарайтын машинаны сосын танып зато қоя берсінші ертең машина айдасын да бір әпермейсіз ғой ондай қымбат машина әперсіз бисмилля негізі білмейді вообще мүлде білмейді көреміз кеттің ба сен иә жоқ кетпей ақ қойыңдар тұратыңдар кіре бер шеше тұр аяғын кір ойбай шеш аяғын кірмей ақ қойсаң кірмей ақ қой ұялсаң иә ұялсаң кірмей ақ қой аяғын шеш сізде үйіңізде қандай газ ба еді или басқа газ ба мынадан кішкентай осы бола ма жарайды сосын газ мына жақта неше телевизор мына кухня гарнитур сатылады дейді кірсеңізші мына кухня гарнитур бола ма осы дәл осылай кішігірім мынандай микроволновка ауысып мынау болса болады ғой да телевизор мына телевизор жүр ой мысықты абайла мына телевизор ой бисмилля мына телевизор бола ма тіреушімен бола ма барлығы мен сізге айттым ба қандай енді мен бұл заттардың бәрін сізге мына жаққа тұрсақ бұл заттардың бәрін сізге мен ешқандай сбор жоқ бұл өзім кел берге ислам ешқандай сбор жоқ ешқандай несіз қарапайым халық мені қолдағаннан менің өзімнің еңбегіммен сізге беріп жатырмын құтты болсын заттарыңыз барлығы рахмет көп бірақ сөзіңізді айтып жіберсеңіз енді көп рахмет сізге енді аяқ асты болып қобалжып тұрсыз ғой иә мен ойламаған жерде осындай не болып жатыр жағдай болып жатыр енді менің атым мен бәрі суретке түсіп жатыр танымай айтқан шығарсыз мені танымаймын балам танымайды мен енді мен қымбат көліктердің барлығын мінгенмін қарапайым қазақ деп атайды да мені көбінесе мен шынымен қарапайым қазақ болғым келіп жатыр да өзім үйге жинап жүрген ақшама осы үй сізге
Мынау сіздікі. Шынымен мынау сізге подарка. Шынымен мынау сізге бағана заттардың бәрі осы үйге келеді. Құдай қаласа, смело осы сізге жаңа жылда жаңа үйде қарсы алсаңыз болады. Ол біздің аты құтты болсын. Шынымен айттым. Шынымен. Жоқ, шынымен. Мына 4 комната. 4 комната, 4 балаңыз бір комнатадан жатады, Құдай қаласа. Исламда бір жылы жерде газы, светі бәрі кірген. И сіздің атыңызға аударылады. Мынау сіздікі шын. Өмір сынақтардан тұратын өмір, жылатқанды шығатын өмір, сұрақтардан тұратын өмір, ай өмір. Акимат ешкім. Ешкім. Енді Өнім бі түсінбі деп сенбей жатырмын. түсіңіз сияқты тұр ма? Даже көмек төгілу туысқандарым сөзді айтпайды. Адамды жолатып ішкен еді, мұнда ештеңе жоқ деп жалғыз өзім осы 4 баламен сөзіне сенбей жатқаным ғой. Бір сөз бар да, Ақбал ханым, мүмкін емес ештеңе жоқ дейді. Енді ешкімнен қолдау күтпедіңіз. Құдай өзі қолдап жіберді бізді. Сізге бұйырып тұрғанша қанша отбасыға бардық. 20 отбасы 20 үйдің біреуі сізге бұйырды. Ешқандай сборсыз ешкенде. Құтты болсын. Рахмет, Алла разы болсын. Бақытты бол. Аумин. Әрқашанда жолдарың ашық болсын. Бәріңізде бақытты болыңдар. Мен көрмеген қиындықты сіздер көрмеңдер. Әрқашанда осылай деген жолдарыңыз болып болса, көмектеріңізді тигізіп, Алладан жақсылық қайтсын. Ең басы денсаулықтар мықты болсын бәрінен де. Денсаулық өз басымен өтіп жатқасын, білем қалай болатынын. Сол үшін денсаулықтар мықты болып, аспандарын ашық болып, жолдарын әрқашанда ашық болып, осылай аман болып жүргеннен ештеңе жетпейді. Аяқ астында болғасын, мен қол жалып еттім. Исламға қайтамыз ка, бізде берем. Өз туғандарымда болсын, жақындарым болсын, ешкімнен де қол ұшын бір жылы сөзді естіген жоқ осы уақытқа дейін. Көріп жатыр, естіп жатырмыз. Ешқандай көмек жоқ. Ештеңе де жоқ. Бәрін алдарынан өттім, сөйледім, сөзбен неттім, ешкім ештеңе. Еше маған жазады, қазіргі заманда көмектесетін заман бет саған деп. Ақылхан, еш ойнамын, міне сіздің қолдаушыларыңыз Ислам, Маридан. Құрметті достар, бағана енді баласы бар, тағы да қызы бар, барлығын көрсетуге болатын еді. Біздің мақсат, ұялып тұрма, біздің мақсат әдейі бір ұялдырып, әдейілеп бір көрсету үшін емес. Біз өзіміз қайырлымыз көрсеткіміз келмейді. Біз просто жоғарыдағы бет ұялмайтын, ақшаны жейтін, ешкім көмектеспейтін байларға кішігірім қарапайым қазақ үлгі болғысы келеді. Әрдайым құттығыз болды, жыламаңыз. Қуаныш тек қана. Өмір осылай, сынағына көнесің, тағдырыңа ересің, ай өтеді зымырай, жалған өмір Алла тағаладан жақсылық тілейді осы. Алла разы болсын сіздерге деген. Аман болыңдар. Ең басты мына еліміз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын бәрінде. Дендеріңіз сау болып, жолдарың әрқашанда қайда жүрсеңдер де ашық болып, аман болып жүре беріңдер. Отбасыңызға амандық тілеймін, бақыт тілеймін, бақытты болыңдар. Ең басты денсаулық болсын, денсаулық мықты болып. Сізге көп рахмет. Айтатын сөзім жетпей жатыр. Ойламаған жерде ұйықтасам да түсіме кірмес мұндай жағдай. Бәрінен де енді ананы аман болсын. Ананы еш жақсы жаққан адам жоқ қой. Ананы сәлем айтпағыңыз аман болсын, дені сау болып, сіздің қызыңызды көріп жүре берсін.
осы жастарға да сол жақсылықты тілеймін. Жолдарыңыз болсын. Бір-біріне үлгі болып, мына менің өсіп келе жатқан 3 балам сіздің жолыңызды берсін 3 балама деймін. Осы сіздер үлгі алсын. Ең басты денсаулық тілеймін, аман болып жүре берейік. жаңа үйде жаңа береке қуаныш